Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай шоколадный бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Ең алдымен бізге 5 жұмыртқа қажет болады. 5 жұмыртқаны жарып, аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Жұмыртқамызға қантты саламыз, 1 стақан қант, сосын миксерлеуді бастаймыз. Аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Сосын арасында жұмыртқамызға сұйық майды құямыз. Грамдарын астында описаниеға жазып қалдырып қоямын. Көпірген жұмыртқамызға 1 пиала айранды құямыз. Айранның орнына сүтті де құйсаңыздар болады. Енді ұнымызға какаоны саламыз және қопсытқышты салып, бөлек оны араластырамыз. Сосын жаңағы жұмыртқалы массамызға електен өткізіп отырып миксерлейміз. Ұнымызды 3-ке немесе 4-ке бөліп салып аламыз. Әйтпесе сіздер ұндарыңызды бірден қосып жіберетін болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз, яғни бисквиттеріңіз көтермей қалуы мүмкін. Міне біздің тестамыздың қамыры дайын болды. Осындай қаймақ тәрізді болып шығуы қажет. Енді оны формаға пергамент қағаздың үстіне құйып шығамыз. Мен соңында кішкене 1 қасық какао қостым. Өйткені менде аз болған соң қостым. Мен грамдарын описаниеға жазып қалдырдым. Сол жерден қарап, бірден салсаңыздар болады. Міне біздің тестамызды формамызға жайғастырып, оның бетін тегістеп, бірдей етіп аламыз. Сосын 160 градуста 40 минуттай пісіреміз. Біздің пирогымыз піскенше грек жаңғағын блендерден өткізіп езіп аламыз. Ал енді шоколадымызды ертеміз. Шоколадымызға сары майды және шоколадты оның үстіне бөліп саламыз. Сосын оны водяной баняда және өздеріңіз қалауларыңыз бойынша немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар да болады. Міне біз сары май мен шоколадымызды ертіп алдық. Енді оны жақсылап араластырып, кішкене ғана суытамыз. Егер сіздердің шоколадтарыңызды суытпай, бірден бисквиттің үстіне құятын болсаңыздар, сіздердің шоколадтарыңыз бисквитке сіңіп кетіп, бетінде әдемі болмай қалады. Сосын шоколадтарыңыз бірден ағып кетуі мүмкін. Сол үшін кішкене ғана суытып, суыған соң қоюланып болған соң жағасыздар.
міне біздің бисквитіміз дайын болды. Біздің бисквитіміз піскен соң оны сразу формадан шығармайсыздар. Бір 10 минуттай, 15 минуттай суытып аламыз. Егер де сіздер бірден формадан шығарып алатын болсаңыздар, сіздердің тесталарыңыз көтерілгені қайтадан басылып қалуы мүмкін. Сондықтан суытып барып босатамыз. Міне енді біздің корждарымыздың бетіне шоколадты әдемілеп құйып шығамыз. Шоколадымыз суытқан соң осындай қою болып шығады. Ол жан-жағына ағып, тортымызға сіңіп кетпейді. Ал енді бетін сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мен жаңағы блендермен езген грек жаңғағын шет-шетіне әдемілеп қойып шықтым. Не достар, біздің шоколадный бисквитіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатынына кепілдік беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.